1942 жылдың маусымы Белоруссия КСР Витебск облысының азат ету бойынша қиян-кескі шайқас жүріп жатыр. Кеңес жауынгерлерінің қатарында 67-ші гвардия атқыштар дивизиясының 196-шы атқыштар полкының 1-ші авторотостың автоматшысы Абдулла Жанұзақов ерлікпен шайқасуда. Неміс дзотын жою туралы бұйрық алған жауынгер жасырын келіп гранаталарды үстін лақтырады. Нәтижесінде дзот гарнизоны 12 солдат пен 2 пулемет түгелдей жойылады. Бір фашист тұтқынға алынады. Жасанды салмен батыс Двина өзенін өтіп, плацдармды басып алуда үлкен ерлік көрсетеді. Лепел қаласы үшін болған шайқаста Абдулла Жанұзақов темір жол төсемінің биік үйіндісіне алғашқылардың бірі болып көтеріліп, қолайлы орынға жайғасып алған соң автоматмен жаудың бірнеше ату орындарын қиратып, өз взводының алға жылжуын қамтамасыз етеді. Ол 1944 жылдың маусымында Полоцк қаласының түбіндегі Ушач өзенінен басып алу кезінде қаза табады. Сол жылдың шілдесінде отан үшін болған шайқаста көрсеткен асқан ерлігі үшін Абдулла Жанұзақовқа қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Ленин және Алтын жұлдыз ордендерімен марапатталды.